Қайырлы күн, құрметті оқырмандар. Қазақтың аса шебер жазушысы, қоғам қайраткері, керемет әңгіме повестердің авторы Мұхтар Әуезовтің қазақ жоқ. Қазаққа ғана емес, әлемге әйгілі жазушы. Сол керемет әңгімелердің бірі 1921 жылы жазылған "Қорғаныстың күні" атты әңгімесін оқыдыңыздар ма? Мен оқып шықтым. Осы әңгімеден алған әсерім мен оқиғаның желісін сіздермен бөліссем деймін. "Қорғаныстың күні" әңгімесінде табиғат, адам, қоғам тұтастығының көрінісі сөз болады. Сол заманның шынайы көрінісін, ащы шындығын, Арқалық тауының етегінде Күшікбай деген асуды мекендеген тұтас бір қорғансыз жандардың тұрмыс тіршілігі, жан түршігерлік, азап пен ауыртпашылықты аса шыншылдықпен әсерлі баяндайды. Күшікбайдан асатының қара жолдың үстінде Арқалықты бетіне алып, суық аязды бір күні паратты жеңілмен шанадан екі жолаушы түсті. Бірі Ақан есімді болыс және оның атшабары Қалтай. Екеуі қалаға қазынаның алымын салуға барып, үйіне қайтып келе жатып, суықта пана көріп, бір үйге қонбақ болады. Қораның кейпін, үйдің сұрқын көрген болыс мырза, басқа үй құрып қалғандай бұл үйге несіне түстік дегенде, үндемей кейін білесің деп жымын қағады атшабары. Бұл үйдің барлық жаны үш-ақ әйел. Тағдыр тауқыметін арқалаған жүдеу үйдегі 80-нен асқан, кәрлігі әбден жеткен кемпір және 20 күн бұрын жанарынан айырылған 40 шамасындағы әйел. 13 жастағы қыз Ғазиза, үй иесі Жақып және баласы Мұқаш қайтыс болыпты. Жолаушылар төрге шығып отырған соң ас жаулық әкелгізіп Ақан Құран оқиды. Артынан Ақан да Қалтай да үй ішімен амандасып, кемпірге қарап көңіл айтады. Кемпір Ақанның болыс екенін біліп, басындағы ауыр мұңды шағады. Ондағы ойы Ақанның әрі-бері өткенде сондайлық бешаралар бар еді деп еске ала жүрсін дегені. Үйдің жай күйін, бұрынғы өткен өмірін еске түсіру нәтижесінде сол өңірдің тыныс тіршілігін, туыстық қарым-қатынасын, кейуананың баласы мен немересінің аурудан қайтыс болуы, онан кейін көрген күндері лек-легімен баяндап береді. Өкінішке орай Ақан мырза басқаларға жаны ашып, қайғысына ортақ болатын, сүрінгенге сүйеу боларлық жан емес еді. Оның адамдығынан арамдығы басым болыс жігіт, қыз келіншек көрсе қызынып қалатын әдетімен жас пәк періште Ғазизаны көргенде оған әлсін-әлсі қадалып, арам оймен болады. Екі мырза тамағын ішіп жайланып, біраз отырған соң жатуға ыңғайланып тысқа шығуға айналады. Кемпір Ғазизаға қонақтардың атына шығып алатын жерді көрсетуді айтады. Ғазиза Ақанның өзіне қадалып қарап отырғанын көріп іші тартылып қалады. Шешесінің сөзіне зорға көніп, қонақтардың артынан бұл да шығады. Қалтай пішен қораның ішіне кірісімен шөпке қарамай, Ғазизаға ойында дайындап алған сөздерін айта бастайды. Ғазиза, мен сенің мазақ қылатын кісің емеспін деп жүгіріп, екінші қораның есігіне шыға бергенде Ақан ұстай алады. Сезімі жоқ жауыз қара күштің қылған күнәсі мен зұлымдықтың қатты тоң жер, көрдей қап-қараңғы дүние куә болды. Ол отбасынан қамқорлығын, пана болғандығын есінен шығарып, жас қыздың өмірін күлталқан етті. Сол түн табиғат көрсеткен, қаталдық пен Ақан көрсеткен қатыгездіктің құрбаны болды. Далада үскірік соққан қатты жел артына әрең қаратып, бейшаралықтың кебін киген лашық үйін, қартайған әжесін, соқыр анасын көз алдына елестетіп кете барды. Ғазизаның өлімге итермелеген жағдайы, оның ар-намысының бәрінен биік ұстауы, қазақ қызына тән биязылық, намысшылдық, ұяңдықтың басым болуы. Сол күні жас қызға араша боларлық ешкімнің болмауы, қараңғылық құрсағында қалған қорғансызды көз алдымызға әкелді. Сол күні табиғат Ғазизаны жылы қабақ танытса, осындай болмас па еді.